Сәлем достар! Бүгінгі видеода мен сіздерге Whoopie Pie тортының оригинал рецептін үйрететін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, мені жоғалтпауыңыз үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ұнымызды, какао және қопсытқыш. Таза ыдысымызға сары май мен шоколадымызды салып, микроволновкада болмаса, водяной баняда ертіп алыңыздар. Міне біздің шоколадымыз бен сары майымыз еріді, бір келтетіп араластырып, салқындағанша былай алып қойып қоямыз. Келесі кезекте таза ыдысымызды алып, жұмыртқамыз бен шекерімізді салып араластырып аламыз. Міне шоколадымыз бен сары майды құямыз. Одан соң ұнымызды 3-4 бөліп қосатын боламыз. Міндетті түрде ситодан өткізіңіздер. Сол кезде сіздердің кождарыңыз жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Міне бізде осындай консистенция шықты. Ал енді формамызға 3-4 бөліп пісіріп аламыз. Яғни 4 бөліп, бізде Whoopie Pie тортында міндетті түрде 4 корж болу керек. Осылай біркелкі етіп біздің табамызға төсеп, қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған пеште 7-8 минуттан пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Ал енді корждары суығанша біз сливкиін жасауға кірісеміз. Менде молочный гостинец сливкиі. Мен бұл сливкиді барлығын қолданатын болғандықтан осылай астын ашып, біркелкі етіп барлығын әдемілеп шайқап алдым. Сливкиларыңыз міндетті түрде салқын болуы тиіс. Сол кезде тез миксерленеді, тез қоюланады. Енді шекерімізді салып, шекер ерігенше бір шайқап аламыз. Менің шекерім майда болғандықтан мен шекер қолдандым. Негізі сахарная пудрада қолдансаңыздар болады. Келесі кезекте шекерім еріді деген кезде сливочный сыр салып, қоюланғанша шайқап алдым. Міне менің сливкиім дайын. Мен Whoopie Pieға осы насадканы пайдаланамын. Үлкен насадка, осылай кондитерский мешокқа салып, басын кесіп дұрыстап алдым да, кружкаға салып, осылай ішіне сливкиді құйып, дайындап алдым. Енді дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай, айналасына шарик етіп, сливкиді жағып шығыңыздар. Айналасына жағып алғаннан кейін, ортасына біркелкі етіп, бір тегіс етіп, әдемі ғып жағып шығасыздар. Шле жұқа етіп жағып қоймаңыздар. Сәл қалыңдау етіп жақсаңыздар, кескен кезде әдемі көрінеді. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Міне кезек-кезек осылай корждарымызды қоя отырып, дәл солай қайталап, кремімізді жағып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Алғашында 1-2 жасағанда қолдарыңыз үйренбейді, бірақ кейін үйреніп кетеді. Біз соңғы кремімізді жақтық. Ал енді ең үстіне соңғы коржымызды қойдық. Енді біз пропитка жасайтын боламыз. Сары майымызға шоколадымызды салып, ертіп аламыз. Тортымызды оған дейін холодильникте мұздатып аламыз да, осылай бетіне салқындатылған ганашты құямыз. Міндетті түрде салқын болуы керек. Өздеріңіз қалағанша оформление жасайсыздар. Мен үйде бар заттармен оформление жасай салдым.
Міне достар, бізде осындай өте әдемі, өте дәмді торт дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.